Әйел үйдің қазығы, отбасының айнасы. Бір қолмен әлемді тербетіп, бір қолмен бесік тербетіп жүрген Абдуллаева Сымбаттың төтенше жағдай департаментіне қызмет етіп жүргеніне бүгінде 15 жылдан асқан. Екі баланың анасы қызметкерлердің психологиялық ой қабілеттеріне терең үңіле отырып, жылдам шешім қабылдаудың хас шебері атанған. Біздің қызмет жалпы қырағылықты, аз уақыт ішінде жылдам шешім қабылдауды талап ететін мамандықтардың бірі. Екі бала, бір ұл, бір қыз тәрбиелеп отқан бақытты анамын. Енді аяулы аналарды көктемнің әдемі мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Барлық аналарды, аяулы әпкелерді, оларға әйел бақытын, ана бақытын тілеймін. Қызметте абыройлы болуына тілектеспін.